халқы 8-ші ғасырда ислам дінін қабылдаған кезде қазақтың бабалары түркілер ислам дінін қалай қабылдады деген көптеген адамда сұрақ туындайды. Сонда тарихты ашып қараса, ислам тарихшылары жазады, кәдімгі мақтаныспен жазады. Араб ұлтынан болған ислам тарихшылар жазады біздің қалай ислам қабылдағанымызды. 8-ші ғасырда біздің енді қорқынышты сөз, бүкіл саяси мәселелерде ауыр сөз шығар, бірақ шындық, тарихи шындық сол. Біздің бабаларымызбен, біздің халықпенен мына көрші шығыстағы Қытай халқыменен біздің осы далалар үшін, Евразия кеңістігі үшін таласып тартысып келе жатқанымызға 5000 жыл болған екен. Сол бір күні таласып тартысып жүргеніміздің өзінде түркілер мен қытайлардың арасында үлкен жанжал шығып, 8-ші ғасырда Орта Азия үшін Қытайлар үстемдік ете бастайды. Яғни Ташкент үшін, Бұхара үшін, Түркістан үшін, Шымкент үшін, Тараз үшін, Баласағұн үшін, Алматы қазіргі. Алмалық үшін осы Қытайлар қызығып, мына жақтан мұсылмандардың Аббаси халифаларының қолбасшылары келеді. Сонда біздің мемлекетімізде, біздің жерімізде, біздің территориямызда екі үлкен өркениет таласады. Біздің бабаларымыз ойланады. Біз қайсысыменен дос боламыз? Қайсысыменен дос болсақ, біз ұлт ретінде, ұлыс ретінде сақталып қаламыз деп. 751 жылы. Содан біздің Қарлұқ деген бір тайпа бабаларымыз, содан Түргеш деген бір тайпа тағыр бабаларымыз, екеуге бөлініп, Түргеш деген тайпа түркілер айтады, біз мұсылмандарға көмектесейік, жәрдемдесейік дейді. Қарлұқтар айтады, біз Қытайға жәрдемдесейік дейді. Сөйтіп, Тараз қаласының маңында, қазіргі Тараз, Жамбыл облысы, Тараз қаласының маңында мұсылман ислам тарихында өте үлкен соғыс болады. Ол соғыс ислам тарихында Атлах ғазауаты деп аталады, талас соғысы деп қазақшада. Сол бүтін түркі халықтарының тарихын өзгерткен үлкен оқиға. Сонда соғыс болып Қытайлар мен мұсылмандар соғысады, және біздің бабаларымыз екіге бөлінеді. Бірақ соғыстың шешуші күні болған күні, және Қытайларға жәрдемдесем деген Қарлұқтар Қытайлардың әділетсіздігін көріп, Тан империясының әділетсіздігін көріп, бұларға жәрдемдесек түгі болмаймыз деп, мұсылмандардың жағына өтіп кетеді. Алла Тағала тауфиқ беріп, хидаят берді. Содан бастап Қытайлар жеңіліп әлмен қарай шегініп, Тан деген мемлекеті әулеті сол кезде тарап кетеді, осы соғыстан кейін. Осы соғыстан кейін мұсылмандар мен біздің бабаларымыздың арасында өте үлкен жылы қарым-қатынас орнап, дағуаттар орнап, ақыр соңында 200 жыл өтпей, 960 жылы жаңа Алматы жақта Қарахан деген мемлекет болады. Қазір ұйғырлардың, біздің қазіргі бір топ қазақтардың, қазақ руларының, бір топ қырғыз руларының ата-бабалары Қарахан мемлекеті. Сол Қарахан мемлекеті Баласағұн қаласында Жетісуда 960 жылы ислам дінін қазақ даласында мемлекеттік дін деп жариялайды. Міне содан бастап 960 жылдан бастап қазақ жері, қазақтың даласы Дәрүл Ислам деп аталады. Яғни мұсылмандардың жері, исламның жері, ислам шариғаты орнаған жер, ислам дәстүрі орнаған жер, ислам өркениеті орнаған жер деп осы кезден бастап саналады. Сонда 960 жылғы оқиғаны жазып отқан жаңа үлкен ғалымдар, ислам тарихшылар айтады, бір жылдың ішінде 200 мың түріктің шатыры, түрік деген бәріміздің атауымыз, қазір Түркияда түріктер емес. 200 мың түркінің шатыры дейді, отбасы деген сөз, 200 мың түркі отбасы, мұсылман емес отбасы, бір жылдың ішінде калима-и шахада айтып ислам дінін қабылдайды дейді. Міне содан бастап Махмуд Қашқари сияқты, жаңағы Жүсіп Баласағуни сияқты, Юсуф Баласағуни сияқты, Юсуф Хамадани сияқты, Ахмет Яссауи сияқты, Қауамадин Сығанақи сияқты, Имам Бұхари сияқты, Имам Матуриди сияқты бір топ ғалым, Имам Ақырғани сияқты бір топ ғалымдарымыз, ислам ғұламаларымыз бізде дүниеге келеді. Сонда түркі халықтар ислам дінін қабылдағаннан кейін, ислам діні үшін қызмет еткен, біздің бабаларымыз қызмет еткен негізгі халықтардың бірі болады. Анау Индияға дейін, Мьянмада, мысалы, Мьянма деген елді бәріміз білеміз. Сол жерде Рохинджа деген бір халық бар. Соларға ислам дінін кезінде апарған біздің бабаларымыз, Әмір Темірдің шөберелері ислам дінін дағуат еткен сол жерде.
Ана Үндістанның орта жеріне дейін Пенджаб деген қалалар бар. Осы жердің барлығына біздің бабаларымыз кезінде пұтпараз болған, олардың бәрі Шива құдай, Кришна, әлі күнге дейін бар ондай пұтпараздар. Шива құдай, Кришна құдай, мынау махаббаттың құдайы, мынау соғыстың құдайы, мынау ер адамның құдайы, мынау әйел адамның құдайы деп өздері қолдан куклалар жасап, соған табынып жүрген халықтардың бәріне Алла Тағала бар. Мұхаммед оның елшісі де жеткізген, біздің бабаларымыз кезінде түркілер жеткізген. Солармен соғысқан, солармен ғазауат жасаған біздің бабалар. Сөйтсе пайғамбарымыз айтады, әлемде көптеген нәрсе бөлініп, соның сипаттап береді. Соның ішінде айтады пайғамбарымыз өзінің хадисінде, әлемдегі дін үшін соғыс, дін үшін жеңіс 10-ға бөлінеді дейді. Соның 9-ын ислам дініне, сол жеңістің 9-ын, 10 жеңістің 9-ын мұсылмандарға түркілер алып келеді дейді, түркілер. Әлемдегі тәкаппарлық 10-ға бөлінеді, соның 9-ы римдіктерге, гректерге тиесілі дейді. Әлемдегі 10 жеңіс, 10 ғазауат болса, соның 9-ы түркілерге тиесілі дейді пайғамбарымыз. Міне айтқандай түркілер анау фатимиттер, шииттер, Қағбаны қиратам дегендердің барлығын жеңген қолбасшылар түркі қолбасшылар екен. Көріп тұрсыздар ма? Біздің бабаларымыз Өзбек хан, Алтын Орданың ханы болған, Өзбек деген. Алтын Орда деген, мынау Қиғаш өзенінің бойы негізі осы хандарымыздың батасы қалған жер. Бұл жерде Алтын Орданың хандарының жайлауы болған жерде бұл жер. Сонда жаңағы Шыңғыс хан өзі мұсылман емес, Шыңғыс хан мұсылман өркениетіне шабуыл жасайды, қиратады. Бірақ Алланың қалауымен Шыңғыс ханның туған немересі ислам дінін қабылдап, Алтын Орда деген мемлекетті мынау Алтайдан бастап қазір Украинаға дейінгі жері Алтын Орданың жері болған біздің бабаларымыздың. Сонда Алтын Орданың ханы Берке ислам дінін қабылдап, кері ислам дінін мемлекеттіктің деп жариялайды. Сонда Өзбек хан деген Алтын Орданың ханы болған. Қиясуддин Өзбек Мұхаммед хан деген. Осы Өзбек ханның ислам дінін қабылдап, өзіне атына Мұхаммед деп аталғаннан кейін, соңғы қазақтың ханы Жәңгір ханға дейін, қазақтың Жәңгір ханына дейін, атына таққа отырған кезде өздерінің атына Мұхаммед деген сөзді жалғайтын болған. Өзбек ханның дәстүрі бойынша. Абылай хан таққа отырса, Әбілмансұр Мұхаммед, Әбілқайыр Мұхаммед, Кенесары Мұхаммед, Жиһангер Мұхаммед, жаңағы Нұр Мұхаммед Әли, Ер Мұхаммед Әли, Есім Мұхаммед, Шығай Мұхаммед. Көріп тұрсыздар ма? Сонда Өзбек Мұхаммед хан жаңағы пайғамбарымыздың Стамбул қаласы, бұл кезде гректердің жаңағы румдықтардың қаласы болған, сол қаланы жаулаймын деп Өзбек хан жолда Дербентке, қазір Дағыстанда қайтыс болған. Сонда біздің бабаларымыз соған дейтін қызмет